мәселелер бар. Рахмет. Мынау елбасының жаңа айтылып кетті ғой, жалпы рухани жаңғыру мақаласымен ұлы даланың 7 қыры мақаласы жалғасы ретінде. Соның ішінде әсіресе тарихи сана сезімді жаңғырту, ол тікелей осы біздің қасиетті киелі жерлерге байланысты бір жағынан. Өйткені ішіндегі бәрі көрсетілген мәселелер ол тарихи біздің оқиғалар ежелден келе жатқан. Соның бәрін біздің көбісі соған байланысты жерлер бізде қасиетті болып есептейміз. Сонау алтын адамнан тас қола дәуірінің ескерткіштерінен бастап бүгінгі дейін үзілмес тұтас тарихымызды көрсетеді. Тарихи сананы жаңғырту, сол жағынан бүгінгі күні біздің қазір бірінші кезеңде тізімді анықтасақ, қазір сол тізімді танымдық мағынасын, мәнін түсіну жұмысы жалғасып жатыр. Өңірлерде талқылау жүріп жатыр. Әлде осы мақалаға байланысты тарихымызды кең тұтас түсінуге байланысты шаралар ұйымдастырып отыр. Мен осыған байланысты бір-екі ойымды бөлісейін деп едім. Жаңа ғана Нұрекеңді айтып кетті, шынымен де тәуелсіздіктің қадірін түсіну. Бұл Мәулен Сағатхановшы айтқанда дұрыстап жастарға түсіндіру. Ол бүгінгі күні шынымен де тәуелсіздікті қалай алдық дегенде, неге бізде әлі дейін тәуелсіздіктің қадірін білмеу мүмкін? Ол үшін күреспеген халық өз күрескенін білмейді. Ата бабаларымыз сол тәуелсіздікті аңсағаны, күрескенін сезінбеуі мүмкін. Өйткені тәуелсіздік үшін күрескен халықтар әрқашан құрметтейді. Олар ешқандай мейрам тойламаса да бүкіл Америка құрама штатынан бастап Африкадағы елдерге дейін ұлттық мерекесі болып есептеледі. Ал бізде өкінішке орай сол күресті білмейді, сондықтан күресті насихаттау керек сияқты. Ол дегеніміз мынау жаңағы осы бүкіл біздің тарихымыз, біздің соның ішіндегі мынау Алаш Орданың кеше ғана 101 жылдығын атап өттік. Ол да біздің Алаштың тәуелсіздікте соның мұрагері. Желтоқсанның өзі де ол да сол тікелей тәуелсіздікпен байланысты ұғыммен. Жаңа 19 ғасырдағы біздің ұлт азаттық көтеріліс, олар да күреспен байланысты. 30 жылдардағы ашылыс кезіндегі күрестерді, барлық ұлттың намысын қорған күрестің бәрі осы тәуелсіздікті аңсаған. Солардың қаны сол үшін төгілген. Сондықтан олар бәрі осымен байланысты. Тәуелсіздік дегенде біз әрине қазір соңғы 27 жылдықта атаймыз, бірақ дегенмен де біздің кең үлкен тарихымызды көрсетуіміз керек. Жаңа айтылып кеткен елбасының мақаласында айтылған, біздің тарихымыз көкжиегі терең. Ұзақ, ол тек қана соңғы 550 жылдық қазақ хандығы емес, или тәуелсіздік кезеңі емес. Ол ғұн кезінен бастап, сақтың кезінен бастап, осы бәрі де біз тәуелсіздігіміз бүгінгі сол мемлекеттердің мұрагері ретінде сезіну. Соңғы түркі мемлекетінің, Шыңғыс ханның мемлекетінің жошы ұлышы Алтын Орда деген, содан қазақ хандығы, қазақ хандығынан кейін Алаш көтерген республика, соның бәрі біздің күнгі тәуелсіздік, біздің Қазақстан соның мұрагері болып есептену. Солай мүмкін жаңа айткендей жастарды тойлау мүмкін ішінде біз наурызда қазір қарастырғымыз келіп отыр, басқаша тойлайық деп, жыл сайын біз фестивальға айналдырмай, дәстүріміздің басқа мағын түсінусін. Сол сияқты тәуелсіздіктің күнінде тойлауды осы Нұр Отан партиясы да ойластырса, шынымен де бір тек қана жаңа жылдың көлеңкесінде қалмай, жаңағы сіңіру үшін бүкіл осы тарихымызды көрсетіп арқылы. Ненің арқасында келді? Соның ішінде біздің мемлекеттеріміздің, біздің тарихымыздағы бәрін біз мұрагеріміз сол арқылы түсінуі. Үлкені бұл тәуелсіздік дегенде біріншіден біздің мемлекетіміздің мерекесі, біздің мемлекетіміз. Ол дегеніміз 20-27 жылдан жаңа осы 7 қырын көрсеткенде елбасының сол жерде бәрі көрсетілген. Солай атап өтсек, образ керек. Жаңағы батырларымыздың біздің осы жоңғар соғысы болсын, оның ар жағындағы басқа да біздің соғыстарымыз, Түрік империясының күшеюі, Алтын Орда империясының күшеюі, оның кейін таралу империя болуы, оның алдағы ғұндардың, сақтардың, томиристі насихаттаймыз, ғұндардың, атилалардың бәрі бабалар осы жерден өткен. Солар арқылы насихаттасақ. Сосын 7 қыр мақаласында әдейі көрсетіп тұр елбасының бір бағытының бір, ол реконструкция. Реконструкциялар жасау. Ол дегеніміз енді біз тек қана ғұн, сақтар, бір абстрактный бір сияқты, ол біздің ата-бабаларымыз, антропологтар бәрін дәлелдеп отыр ғой. Соның ішінде әсіресе осындай кездерде мүмкін сақтардың образдарын көрсететін, ғұндардың осы тәуелсіздік күні, осы бір апта тәуелсіздік алаңын, Алаштың бастап арасында желтоқсанымыз бар, тәуелсіздігіміз бар. Бүкіл осы бір аптаның ішінде бүкіл біздің терең
тарихымызды көрсете білсек, жаңағы бүкіл кезеңдерін ежелден бастап соның образын насихаттау арқылы, мүмкін сол арқылы мүмкін тәуелсіздіктің құндылығы не? Ол біздің мемлекеттілігіміз, ол біздің бар болуымыз. Осыған міне Құдайға шүкір, шынымен де бүкіл әлемді мойындату, біздің бүкіл әлемдік өркениетте өз орнымызды алу. Тәуелсіздік болмаса, онда біздің мемлекет ретінде жойыламыз. Бүкіл қазіргі жеткен жетістіктеріміз бәрінен айырылып қалуымыз мүмкін. Соны сезіну керек қой, бұл құндылық ретінде. Сондықтан тәуелсіздік жаңа бұл да біздің қасиетті киелі ұғым, құндылық ұғым. Сондықтан біз онда осы сол ретінде бағалап, құрметтеп, қадірін білсек, мен ойлаймын, оны халыққа соны жеткізе білсек, әсіресе жастарға, балаларға, енді ұрпақтың сабақтасы бар, сонда бір шынайы бір ұлттық мерекеге айналады ма деп үміттенеміз. Рахмет, өте маңызды мәселе.